Баланың диагнозы маңызды емес. Дәл осылай қазір көптеген мамандар және ата-аналар баласына диагноз қойылған мойындамай, ары қаратай маманмен жұмыс жасай береді. Біріншіден, диагнозды білу маманға және ата-анаға не үшін маңызды? Осыны қарастырып алайық. Диагнозды білгеннен кейін біз оның органикалық па, функционалдық па ажыратып аламыз. Екіншіден, баланы диагнозка жасаймыз. Үшіншіден, балаға бір немесе 2 аптаның көлемінде сабақ өту барысында бағдарлама түзіп бастаймыз. Яғни бағдарлама 1 күнде, 2 күнде жазылып бітетін нәрсе емес. Оны баланы әбден бақылағаннан кейін, көз жеткізгеннен кейін барып жазылатын құжат болып табылады. Және дәл сол бағдарламамен жұмыс жасау барысында біз балада қай мидың бөлігі жақсы жұмыс жасайды, қабылдау қабілеті қандай, яғни жоғары функционалды қызметтерін нақты анықтай аламыз. Егер сіз балаға диагнозды қоймай, жай ғана сабақ өтетін болсаңыз, ол сіздің балаңыздан нәтиже шығуы мүмкін, бірақ өте баяу, немесе сіз қалағандағыдай нәтиже болмауы мүмкін. Сондықтан баламен жұмыс жасайтын әрбір маман диагнозды білу шарт. Егер сіз диагноз қоюдан қиналатын болсаңыз, менің парақшама тіркеліңіз және бақылап жүріңіз.